Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-пәл кем бұра. Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра. Білген келсе біздің жайды, содан сұра тек қана. Одан асқан шежіре жоқ, одан асқан дана жоқ. Қадыр Мырзалы. Баршаңызға қайырлы күн. Шілде айының алғашқы жексенбісі ұлттық аспабымыз домбыра күні баршамызға құтты болсын. Ұлттық аспабымызды төрткүл дүниеге ең алғаш Әміре Қашаубай танытқан еді. 1925 жылы Париж төңірегінде ән салып, Европа халқына паш еткен еді. Жалпы қос шекті ұлттық аспабымыз домбыра жайлы біздің жергілікті тұрғындар не біледі екен? Біраз сауалымызды қойып көрейік. Ал ендеше кеттік. Біздің бірінші түсірілім Батырмол ойын-сауық алаңынан басталады. Және әр дұрыс жауапқа бізде кішігірім сыйлық. Домбыра туралы сіздерге бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Жақсы. Есімдеріңіз қалай? Айнұр. Азамат. Танысқаным қуаныштымын, менің есімім Шұғыла. Сіздер қандай күйшілерді білесіздер? Құрманғазы, сосын кім бар? Дина Нұрпейісов, дұрыс. Құрманғазының қандай күйлерін білесіздер? Адай күйі де. Адай күйі сосын. Киік. Бұл бұрауын. Үйлеріңізде домбыра тартатын бар ма? Бар, балам бар. Бірінші орын алып, неге қылады? Алматыдан бірінші орын алып, Бұхараға жолдама алып бітті балам. Өте керемет. Біздің осы Павлодарда оқиды ма? Жоқ, біздер Атырау облысынан келіп тұрық. Сіздер бізде қонақтасыздар ма? Қонақтамыз. Өте тамаша. Атырау облысынан келіп тұрмыз. Жақсы қыдырыңыздар, рахмет сіздерге. Как вас зовут? Алиса. Очень приятно. Сколько вам лет? 10. В каком классе учитесь? В 4. У меня такой вопрос. Ты знаешь про праздник День Домбры? Знаю. Знаешь, молодец. Знаешь, когда она отмечается? 2 июля. Хотела вам задать пару вопросов про домбру. Ну почему? Национальный инструмент. Как вас зовут? Виктория. Как? Виктория. Таир. Амир. Очень приятно. Меня зовут Шугула. Что вы знаете о домбре? Музыкальный инструмент. Еще что можете сказать? Национальный инструмент. Осы шілде айының алғашқы мерекесі. Домбыра күні ғой. Бәрекелді. Домбыра туралы жалпы не айта аласыз? Сипаттамасын айта аласыз? Иә, домбыра ежелгі қазақтың көне аспаптарының бірі есептеледі. Домбырамен көптеген нәрселерді жырлаған, күйді де ойнайды, терменінде, дәстүрлі әнде көп қой өте. Сендерге бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Қандай күйлерді білесіңдер? Махаббатқа борышта